Сәлем достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Абат. Достар, бүгін бізде видео біздің бөлмеміз туралы болады. Бүгін бізге шифонер және кровать алып келді. Соларды біз орындарына орналастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Міне осылай жасап жатыр. Ахмет көмектесіп тұр. Міне екі кровать Ахмет екеумізге насихатқа енді жасайды. Толық жасап болғаннан кейін көрсетемін. Мына ұлдардың бөлмесі, оларға кроватьты енді жасайды. Міне осындай биік үлкен шифонер. Осындай үш есігімен үшеумізге арналған. Мына жерінде айналары бар. Ал енді қазір бірінші есігін көрсетейік. Бірінші есігінде осындай киімдер іліп қоятын жері бар. Мына жерді тартса, мынау түседі. Содан кейін біз киімдерімізді іліп қоя аламыз ол жерге. Ал мына жерде тартпалар бар. Үшеумізге. Бірінші тартпа маған, екіншісі Ахметке, үшіншісі насихатқа. Ал мына ең соңғы тартпа бәрімізге. Ал енді екінші есікті көрсетейін. Екінші есікте бізде ілетін киімдер тұрады. Біріншісіне біз Ахмет екеуміз қоямыз, ал мына астыңғысына насихат қояды. Үшінші есігінде бізде осындай үшінші есігінде көп полкалар бар, осындай орын жетеді. Міне достар, бізде шифонер осындай. Мен қазір енді осы киімдерді жинап, орнына қоямын. Осы киімдердің бәрін енді қазір түн болды, жинап тастау керек. Қазір енді осы жерге бірінші сақтап көреміз. Достар, біз екі кроватьты қостық, ал мына ортасына біз жұмсақ губка қойдық, жұмсақ. Ал қазір енді жинап қояйық. Ал достар, қазір енді мен сіздерге қалай жинап қойғанымызды көрсетейік. Міне достар, осылай жинап қойдық. Қазір енді мен сіздерге екінші есікті көрсетейін. Екінші есікте бізде осылай іліп қойдық киімдерімізді. Қалған киімдер мама жақта. Ертең алып келеміз. Осы жаққа іліп қоятын боламыз. Ал үшінші есікте бізде ол жақта комод бар. Соның ішіне біз носки, паски, сондай салып қойдық, колготки. Ал достар, қазір енді біз ұйықтаймыз. Мына жақта насихат уже дайындалып жатыр. Қазір біз енді шайынып, жуынып, келіп ұйықтаймыз. Ата-анама көп рахмет айтам, осындай бізде жағдай жасап жатқандарына. Біз сіздерді қатты жақсы көреміз. Ал достар, біздің видеомыз аяқталды. Осы жерге дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.